Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыз ба? Балалар, біз қандай мерекені тойлайын деп жатырмыз? Наурыз! Ұлыстың ұлы күні, Наурыз мерекелерің құтты болсын балалар. Рахмет! Ендеше мен бүгін сендерге жалқау қоян деген ертегі оқып бергелі отырмын. Баяғы өткен заманда орманда құрғақшылық болыпты. Жаз келсе де бір тамшы су жаңбыр жаумапты. Шөлден азап шеккен жануарлар бір шарасын ойлап табуға жиналыпты. Сөйтіп араларындағы біреуінің ұсынысымен құдық қазуға бел буыпты. Барлық жануарлар, тіпті құстарға шейін күндіз-түні еңбек етіп құдық қазуға кірісіпті. Бірақ араларындағы қоян ғана мен әлі кішкентаймын деп жалқауланып жұмыс істегісі келмепті. Қоянның бұл еркелігі өзге жануарлардың ашуына тиіпті. Сөйтіп жануарлардың еңбегі босқа кетпей, қазған құдықтарынан мұздай су шыға бастапты. Мұны көрген олар қуанып, суды қанып ішіп, әрі жуыныпты. Ал құдықтың қазылуына көмектеспеген қоян жалғыз ғана су іше алмапты. Орман патшасы арыстан қоянның құдыққа жақындамауы үшін күн сайын кезекші тағайындапты. Қоян істеген ісіне іштей өкінсе де, бұл өкінішінен ешқандай пайда болмапты. Бір күні түнде кезекшілікке піл келіпті. Пілмен дос болған қоян ешкімге білдіртпей су берер деп пілдің жанына жақындапты. Сөйтсе піл ұйықтап жатыр екен. Қанша оятса да ұйқысынан тұрмапты. Болмаған соң құлағына барып айқайлапты. Ұйқысынан шошып оянған піл құдықтың шетінде үйіліп тұрған үйіндіге соқтығысып, үйіндіні құдықтың ішіне құлатып алыпты. Осылайша құдық бітеліп қалыпты. Болған оқиғаға қатты қайғырған піл, мұның бәрі менің кесірім.